Саламатсыздар ма үйренушілер? Бүгін кезекті сабағымызды бастаймыз. Яғни бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы ол сабақ жоспары. Өйткені біз сабақ жоспарын міндетті түрде айтып кету керекпіз. Біз не үйренеміз, не үшін үйренеміз және қай деңгейге дейін үйренеміз деген сияқты. Бұл жолғы біздің ойланып дайындап отырған курсымыздың жоспары ең бірінші рет мынадай деңгейлерден тұрады. Мен мына жерде слайдқа сыймаған неге жазып қойдым. Одан бұрын ең алдымен мен мына нәрсені түсіндіріп кетейін сабақ жоспарынан бұрын. Мен не үшін iOS библиотекасындағы iOS-дағы Scout-ты қолданбай жаңағы Printf-ті қолданғанның себебі. Бірінші, ең алдымен мен бұрыннан бері Scout-ты көп қолданбадым. Өйткені маған Printf Scout-тан да көп артық мүмкіндік берді. Сондықтан мен үшін ол керек болмады. Бірақ мен оны тек қана ол себептен емес, біраз себептермен кішкене салыстыра кеткенді жөн көріп отырмын. Себебі не үшін дегенде, әрине өте үлкен кемшілік жоқ, бірақ кішкене кемшіліктер бар. Мысалға, мысалында мынандай езгі алды. Жаңағы енді неде Printf-те немесе Scout-та көрсететін болсақ, мысалы Printf-те көрсететін болсақ, өте түсінікті болады. Мысалы, 123 ол бүтін сан. Докілдік сөзін пайдаланды, мынау тек string. Ал мұндайда s пайдаланды. Өте түсінікті. Ал Scout-та ше, әрине ол мынандай былай жазуға тура келеді. И оның сыртында мына белгі тұр да, үлкен белгісі оның ішінде. Әрине қатты программа түсінетін адамдарға түсінікті шығар, бірақ оқылуы кішкене қиындау, күрделі болып кетеді. Бір көрнекілігі төменді. Андай бір түрлі ретсіз код жазған сияқты да. Бұл бір үлкен кемшілік емес, әрине одан ешқандай қателік шығып жатқан жоқ. Бірақ ол кемшілік та, кемшілік болғанда бір ыңғайсыздық туындатады деген сияқты. Енді екіншісі ол пайдаланудың қарапайымдылығы. Мысалға алатын болсақ, мысалға мәліметтің ұзындығын нақты санын дәлдігін алатын есептеу болса, мысалы мына жерде мен есептеймін, мысалға А, Б, С нақты сандары болса, А-ның А орнында А-ны бір орынды дәлдікпен, Б-ны екі орынды дәлдікпен шығарсақ, С-ны мысалы үш орынды дәлдікпен алғанда, мысалы Printf-те өте ыңғайлы тип үшеуінің мынандай бір айнымалыны берді. Кейін соларды алатын болсақ, мысалы мынаны бір орын дәлдікпен бірден F-тің алдына бүтін бір орын алынатын дәлдікті қоя саламыз. Оны біз Printf деген сабақта көрген болатынбыз. Ал жаңағы бүтін екі деген ол екі орынды дәлдікпен алатын. Және ал мынаны Scout-та шығарып көрсеңіздер, шынымен де ыңғайсыздық болады. Мен бұл жерге жазған жоқпын, өздеріңіз жазып көріп салыстырыңыздар. Бұл да бір менше болғанда ыңғайсыздық алып келетін жағдай. Жүзде бізге мүмкіндікше код бірінші ең алдымен жұмыс атқарып тұру керек, екіншісі жазылған код өте түсінікті болу керек. Және көп емес ыңғайлы болған дұрыс, әдемі код жазу. Мысалы Printf-те мысалға және мынандай болады. sprint деген сияқты функцияларды қолданатын боламыз кейін. Сол кезде бір Scout-ты қолданған адамдар үшін бір аспаннан түскенге болады бұл функция. Яғни бұны қайтадан бұның формасын қайтадан үйренгендей болады да. Ал Printf-ті қолданып жүргендер үшін бұл аса қиындық емес, өйткені Printf-тен кішкене ғана өзгешелік болады. Бұл ары қарай қолдана береді. Бұған ешқандай ықпалын тудырмайды. Бұл да бір артықшылығы деп санадым. Printf-те мысалы Printf C-де қандай жұмыс атқарса, мысалы C-де шығару жұмысын атқаратын болса, C++-да да сондай жұмыс атқара алады. Екеуіне де жарай алады яғни. Ал Scout
тек қана C++ ғана неде қолданылады. Мәселе мынада ғой, біз курсты не үшін алдымен негіздерін C-мен өтіп жатырмық. Әлме басты негізі сол C-дің бөлігіндегі заттардың бәрін кейін мысалы C++-та классқа дейін C-мен жазсаңыз да ешқандай қателік болмайды. Әрі сіздерге бұл екі мүмкіндік береді. Ары қарай сіз C-мен кетіп қалуға, яғни C++-пен ары қарай дамуға деген сияқты. Ал C-out неде тек қана C++-та ғана қолданылады. Бұл да бір артықшылығы деп санадым. Әлме бір ыңғайлы көп қолданылатын дұрыс қой негізі. Ал kodды түсінуге бұл жерде сіз ойламаңыз, бұл C-мен өтетін болды ғой, немесе қайтадан үйренуге тура келді ғой деп. Кішкене ғана өзгешеліктер бар, осы шығару негізгі операторлар, кейін кішкене өзгешеліктер байқайсыз, бірақ негізі көп өзгерістер жоқ. Негізінен өзгерістер жоқ деуге болады. Енді кодты түсінуге сізге C-out-тың мысалға мағынасын түсіну және мысалға C-out-тың мағынасын түсінуге мысалға оның артындағы мұндай белгіні түсіну, бұл да бір проблема да, өйткені тек қана бір функция емес ол жерде printf деген. Мына printf деген ол тек қана бір функция, алдыңғысы ол кілттік сөз жазады, соңғы бөлігі сәйкесті мәні. Ал анайда C-out-та C-out артында мынандай белгі бар. Енді оның C-out-тың бір не екенін, мынаның бір не екенін қалай түсінесіз? Және C-out шығарайық дейік, мына негізі жылжыту деген сөз, биттік жылжыту. Оны біз кейін көретін боламыз. Олмен қандай қатысы бар деген сияқты. Просто бұл да бір ыңғайсыздық сияқты да, белгісі мағынасын түсіну. Тура келді, әрине бұл ыңғайсыздық та. Бұл да бір артықшылығы ретінде қостым printf-тің. Әрине менде сабақтың соңында осы сабақтан кейін бонус сабақтар ретінде сол C-out-тың сабақтарын салып қоямын. Онда түсіріп өздеріңіз қалаған күйінше істетіңіздер. Әрине қалай ыңғайлы солай істетсеңіздер де болады. Мақсат әйтеу мақсат қойылған кодты жазып шығу және сол дұрыс орындалуы. Сіз ең маңыздысы сол ғой. Екінші бетке өтейік. Бұл біздің мақсат тұтқан сабақ жоспарымыз. Әлме біріншісі ол IDE-ні орнатудан бастадық. Бұл тегін сабақтар бөлігі. Мына соңғы сабақтарды көресіздер. Breakpoint арқылы қателіктерді анықтау, оның қателіктердің түрлерін бөлінеміз, компиляциялық қателіктер және қозғалыс қателіктер деп. Енді ал кейін осы функциядан басталады. Функциядан көрсеткіш, онда да функция тақырыбы толық айтылу керек. И көрсеткішті қалай қауіпсіз қолданамыз, конст көрсеткіштің қолданылуы деген сияқты. Солардың барлығы айтылады. Одан кейін құрылымға келеміз. Құрылымды толығымен айтып болғаннан кейін құрылым соңында бір проектті жазамыз. Балаларды базада сақтайтын, қоса алатын, өзгерте алатын, өшіре алатын деген мүмкіндіктері бар. Одан кейін жадыны динамикалық бөлу, malloc free деген функциялар. Кейін бұл функциялардан басқа да функциялар бар, calloc деген сияқты. Оларды да айтатын боламыз уақыт дегенде. Одан кейін байланыстыру тізімі, одан кейін сілтеме, жолдар жайлы, жолдар дегенде. Одан кейін кездейсоқ функциялар, уақытқа қатысты функциялар, олардың барлығын көреміз. Одан кейін файлдармен жұмыс жасаймыз. Одан кейін кофайлда проекті, экстерн әдісін қалай қолдану, бас файл дегеніміз не, және include арқылы бас файлды шақыру, defineға түсінік береміз. Ең сонда көріп өткендей main функциясы және оның параметрлері және қайтару мәндеріне тоқталатын боламыз. Сонымен негізгі бөліміміз бітеді. Одан кейін таза объектіге бағытталған бөлік келеді, яғни таза C++-мен жазылады.
бұл жерде объектіге бағытталған бөлікте алдымен идеясын түсіндіріп отырамыз. Одан кейін ары қарай тереңдете береміз. Мұра керілеу, жаңағы класстардың достығы, және класстарға қолданылатын амалдар, және класстардың жаңағы жүктеме енгізу шығару символдары, ішкі класстар. Енді бұл жерде кейбір аттар жаңағы түсініксіз болып тұрған болуы мүмкін. Біз оны уақыт келгенде жаңағы бірден көретін боламыз. Себебі біздегі бұл аттарды қазақшаға былай аударып отырдық та. Негізі мен мысалы басқа неде тілден үйренгем. Бұны біз енді бұдан былай біздің де қазақ тілінде өтеді деп солай шештік. Және мүмкіндігінше сол кейін нелердің барлығын солай стандартты жаңағы сөздермен алатын боламыз. Одан кейін класстық шаблон, одан кейін STL жаңағы кітапханасы бар. Ол жерде вектор, лист, map, string сияқты жаңағы төртеуі бар. Ол жерде сол төртеуін айтып болғаннан кейін біз негізі бірінші дәрежеміз орындалды деп алға сілтеме жасаймыз. Бұл сілтеме егер ары қарай тағы да үйренушілер болатын болса, оларға мүмкіндік бере аламыз ары қарай жалғасты үйретуге. Онда Qt бар, жаңағы шифрлау, дешифрлау, параллелдеу дегенде виртуал класстармен, және де жаңағы базалармен қалай жұмыс істейтін, мысалы онда MySQL мен SQLite көрсететін боламыз. Сол сияқты оны кейінгі алға сілтеме деген сабақты видеоны түсірген кезде содан көре алатын боласыздар. Оны да группаға шығарам. Енді кейін бұйырып жатса, мүмкіндік болып жатса, сіздер және де мен сайтта сілтеме жасаймын, өзіміздің сайтта. Сол сайттарда кейін осы жаңағы негіздік сабақтарына бірінші негіздік тегін болып біткеннен кейінгі жаңағы мынау қазір жоқ мына бөлік негіздік бөлімдер бір біткеннен кейін функциядан басталады. Сол бөлімдерге сайттан сілтеме жасап отыратын болам. Сол жерден қосымша материалды ала алатын боласыздар. Сол кезде міндетті түрде мен қазір біз сол сайтта базада мәліметтер толтыруға тырысып жатырмық. Тырысып болғаннан кейін оны көретін боласыздар. Басқа да сұрақтарыңыз болса, хабарласып, ұсыныстарыңыз болса хабарласып, комментарийге жазыңыздар, немесе хабарласып, бізбен тікелей хабарлассаңыздар да болады. Кезекті сабағымыз осымен аяқтасын. Кездескенше сау, саламат болыңыздар.